Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен меренгалы творожный пирог рецептімен бөлісіп тұрмын. Видеоның соңына дейін көріп, маған лайк басып, парақшама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Өте күшті, жұмсақ әрі дәмді болып шығатын пирог рецепті. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен қамырымызды илеп аламыз. Ыдысымызға бөлме температурасына жұмсап тұрған сары май, қант, 1 штук жұмыртқаны меншіктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға разрыхлителімізді салып, содан кейін барып қамыр илеуді бастаймыз. Алтын лопатка немесе қасықтың көмегімен, содан кейін барып барлық ұнымызды салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. 220 грамдай ұн кетеді. 200-220 грамдай ұн, ол жұмыртқаңыздың үлкендігі немесе майыңыздың қалай еріп тұрғанына байланысты. Міне біздің қамырымыз дайын. Осындай жұмсақ әдемі қамыр дайын болады. Жарты сағатқа пакетке салып, холодильникке қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Бізде меренгалы творожный пирог болғандықтан 3 жұмыртқаны сарысы мен ағыны 2 ыдысқа бөлек ажыратып алатын боламыз. Бірінші жұмыртқаның ағыны бөлек басқа жаққа қойып қоямыз. Енді ішіндегі творогты міндетті түрде бізде таразы қажет. Бұл жерде қыздар 400 грамм творог и 120 граммдай қаймақ саламыз, сметана. Кукурузный крахмал саламыз, 2 ас қасық немесе 1 ас қасық ұн саласыздар. Жұмыртқасын сарысын салып, блендердің көмегімен жақсылап біркелкі болғанша осылай істеп алатын боламыз. Қамырдың формасы бізде 26 диаметр, бойы 2,5 сантиметр. Ішіндегі холодильникке сап қойған қамырымыз шығарып, бір тегісте орналастырып аламыз. Барлық жеріне бірдей етіп, бортиктарын шығарып, әдемілеп, жаңағы дайындап алған начинкамызды ішіне құйып алатын боламыз. Тегістеп жағып, 180 градусқа 25-30 минутқа пісіріп алатын боламыз. Енді меренгасын дайындаймыз. Ол кезде 3 штук жұмыртқаның ағын осылай плотный масса болғанша көбіртіріп, қант салып, тағы да көбіртіретін боламыз. И жаңағы 1 ас қасық кукурузный крахмал салып жібереміз, бетінде қатпарлы болып шығу үшін. Біздің пирогымыз пісіп шықты, осындай керемет болып шығады. Енді жаңағы дайындап алған меренгамызды бетіне осылай жағып аламыз. Немесе кондитерский мешокқа салып, кремнің насадкаларына салып, өздеріңіз қалағанша әрлесеңіздер болады. Тағы 5-7 минутқа қызарғанша салып аламыз. Біздің пирогымыз дайын. Беті кішкене қаттылау, бірақ іші жұмсақ, әдемі болады. Меренгамыз өте дәмді пирог болады. Жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Кесіп, шайға ұсынсаңыздар болады. Қонақ келген кезде немесе сатылымға шығарсаңыздар болады. Өте әдемі әрі дәмді пирог. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Құдай қаласа, алдағы уақытта сіздерге күшті рецептілермен бөлісетін боламын. Рецепті сақтап, лайк басып кетіңіздер.